Барлықтарына сәлем. Бүгін бізде жаңа блог бастаймыз. Менің өмірімде жаңа адам пайда болды. Ол интрига сабақ қой, короче, уже жазып қойғам. Бізде пополнение. 1-2 аптадан кейін 3 айлық болады. Осындай аты Мия. Енді менің блогтарымда, видеоларымда осы көп болады. Видео түсіріп атқан едім. Түсіріп болған едім. Макияж қалды. Макияжым жайлы қалай туториал ма? Жоқ, просто макияж жайлы. Бірақ сөйтсем ортасы жоқ болғапты. Вторник. Только французский болды. Сағат 6-да пара бар, бірақ білмей жатыр. Барайым. Магазин стайл. Пробуем. Мындай пицца ананаспен. Cheers. Коласы болмайды. Жұрт көріп жатырмын, айтпадым. Покажи ананас, что уже идет. Ну, по идее, басымда осындай дәм болды, бірақ басымда кішкене дәмдірек еді. Но в целом норм. Но вау, теңдей. Оннан 6-да 8. Сау бол. Мен өзімнің турецкий сериалын көріп жатырмын. The Best Trio. Менің өмірімдегі. Жеті болып қалды. Мен әлі бір сабағын істеуім керек. Әлі мен бастамадым. Распаковка чек. Осынша мусор и наны қазір бізге құрастыру керек болды. Все дайындап қойдық, бірақ та біздің красавица әлі ұйықтап жатыр. Отқа ұқсайды кәдімгідей. И осылай. И главное, осы шығып кетпейді. Мия.
істедім. Осындай болып шықты. Асты осылай қызарған, бірақ беті кішкене қызармады. Мен кешегі сериалды әлі бітірмедім, соны бітірейін деп жатырмын. Перемена. Ойладым, зонтик бекер алдым деп, şu далаға шықсам. Полный подписалась, получается. Просто. Погода вроде 40% деп көрсетіп тұрған еді, но үстім полный су, лапша. Вроде мен Венецияда тұрмайтын едім. Үстім бәрі су, ё-моё. Шыққан кезде ойлаған едім, мен қатты қалың киім қоюым ба деп. Шүкір аман есенмін. 40 минут автобусты күтіп, потом 40 минут автобуспен үйге келіп, әйтеуір тірі қалдым. Шүкір. Енді бүгін біз ужинға мен өзімнің ең оңай емес, әлемдегі ең қиын тамақтардың рецептімен бөлісетін боламын. Рецептімен, рецепттер емес. Қосамыз, толтырамыз. Тағы да сәлем достар, мен бағана 1-15 минутта кәдімгідей сөйлесіп тұрдым, бірақ та даусым нормально шықпапты, керемет, басқаша вроде оқылу жоқ. То есть только чаппагетия, графический дизайн болды, кеше көрсетіп жатқан үй жұмысын мен сол сабаққа істедім. Ол сағат 3:20-да басталып, 4:30-ға дейін болды, өйткені мен үлгеруім керек еді. Биге баруға 5-те болатын. Сол үшін каким-то образом бүгін үлгердім. Керемет жаңбыр жапты. Еще мен ойлаған едім, куртка мен қатты мен қалың киініп қойдым ау деп, еще зонтик алып шықтым деп. Содан кейін биден шыққан соң түсіндім, басым істеп қалғанын. Еще кеше жер сілкінісі болды дейді, бірақ біз сезбедік, сағат 10-дарда болды, бірақ мен 2-ші этажда болдым универде, сабақ французский болып жатқан кезде, бірақ ешнәрсе сезілмеді. Бір керемет, адам ұшып кететін жаңбыр болды. Планка жасадық, приседание, пресс, барлығын. Мен аяғым ертең қалай сезетінін білмеймін. Еще сағат ертең пара сағат 8-де. Рамен жемегелі көп болған еді. Сол үшін бүгін мен өзімді ал енді бүгін болады деп жейін деп шештім. Ертең вообще универге барым жоқ. Кездері турецкий сериалдарға жүрмін, неге екенін білмеймін, қызық болып кетті. Қазір мен Дикий и Красный бутон дейтін сериалдарды көріп жүрмін. Екеуінде де 2-ші сезондамын. Бірақ дорамалар вообще қызық дорамалар шығып жатқан жоқ сияқты, мен ойымша, білмеймін неге екенін. Угадайте, мен не ішемін? Sprite, апельсиновый сок, яблочный сок. Не ойлайсыздар? Ола, сіздер дәл таптыңыздар. Ішінде енді бұны төгеміз. Өйткені ішіндегі рамендер кетіп қалуы мүмкін. Су қалдырамыз.
Бул мен мынаны суу менен кошкон кезде косуум керек. Eski эмес International Law сабагынан презентацияны иштеп жатырмын. Бизге бир кейсти түшүндүрүп беретін презентация жасалып берді. Сол үшін информация іздеп жатырмын. Называется кішкентай мысық алдым. Қазір болғанды яна жақта. Мен азанда ғана нан ауыстырдым, а бұл кеше ғана жуылған. Молодец. 2 hours later. 10 hours later. Мастер болып кеттім. Кеше ғана мен қиналып, өзім полный простыня покрывала барлығын өзім істедім. Шүкір демеген мен. Мен ұйықтадым. Ертең сағат 8-де тұру керек. Мен ертерек ұйықтайын деп жатырмын. Сағат 11. Тиіспесінші, пожалуйста. Мен нормально адам болып. Короче, кеше ғана ол бүгін азанда бір зат істеді ол простыняға, ол кейін ладно, құсты, короче. Мен азанда көріп шок болдым. Бір нормально ұйықтаймын деп ойладым. Содан кейін мен оны қайтадан тазаладым. И новый тазасын салдым. Енді ұйықтар алдын ішпейді деп ойдам. Ладно, пока. Байлығына. Барлықтарына тағы да сәлем. Деп нешіне білмеймін. Бүгін четверг. Сағат 8-дегі параға дайындалып, мен кейін ауыстырып алдым. Дала, оказывается, қар екен. Кеше өте қатты жаңбыр жауған соң қар жауып кетеді деп ойлағанмын, потому что ешқандай қар деген знак болмады. Мен кипяток ішіп сағат 6-да тұрдым. Презентацияға дайындалдым. Содан кейін ұйықтаман. Қазір сағат 7:30 болып қалды. Макияжный. Точно спрятал. Oh my God!
Bruh. Bruh. And number two, well, I see, yeah, today is their ceremony. Бүгін бізде распаковка. Жаңа посылка келді. Мияға новый. Керемет өте әдемі үй алдық. Спальный кровать. Менікінен әдемі даже. Ұйқысын ашамай тұр әлі. Қара. Ой. Сағат 8-де болатын парада. Осылай отырам примерно. Ой, салма. Ладно.